Саламатсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағы. 110-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы сан есім. Сабақтың мақсаты: мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Түрлі жағдаяттағы, қоғамдық ортада, қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, көлбеу, үзбей және біркелкі жазу қарқынын жеделдету. Сөйлемнен сөз таптарын, зат есім, сын есім, сан есім, етістікті табу. Алдымен балалар өткен сабақты еске түсіріп, миға шабуыл жасап алайық. Ол үшін сан есім дегеніміз не? Сан есімнің дара және күрделі түрлерін еске түсіріп, ережелерді қайталайық. Ережелерді қайталап болсақ, тапсырмалар орындауға кірісеміз. Алдымен оқулықтағы 32-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Өлеңнің тыныс белгілерін қойып, дәптерге жаз. Өлеңнен сан есімдерді тауып, астын сыз. Келесі тапсырма оқулықтарыңызда көрсетілген 33-ші жаттығу. Сіздерге ребус көрсетілген. Осы ребусты шешіп, шешуіндегі сөзді қатыстырып, сөйлем құра. Ребустың шешуіндегі сөздер сан есім екенін дәлелде. Сіздерде төменде дәлелдеу үлгісі көрсетілген. Мысалы, 4 деген сөз шығатын болса, дәлелдеу үшін 4 бұл сан есім, өйткені заттың санын білдіреді. Және неше деген сұраққа жауап береді деп, тапқан сан есімдеріңізді дәлелдейсіздер. Келесі тапсырма шығармашылық тапсырма. Көрсетілген мақал-мәтелдердегі бос орындарға тиісті сан есімдерді жазып, мақалдарды дәптеріңізге көшіріп жазып алыңыз. Және мақалдарды жаттап жүріңіздер. Үй тапсырмасы. Сан есімге қатысты 5 мақалды ғаламтордан қарап, дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.